2025 жыл маскалар шешілетін жыл, 2026 жыл не тілесең сол орындалатын жыл деп қойыпты енді. Әйел жөнделмейінше біз анау жаман ет, мынау жаман ет дегенді айта алмаймыз. Өйткені сол жаманды да, жақсыны да дүниеге әкелетін ол ана ғой. Ақылды еркектер болады да енді. Ақылды еркектер ол енді әйелін сыйлап жүріп сыйлататын жағдайға жеткізеді. Қазір Қазақстандағы әйелдердің өмір сүру деңгейі 70-тен аспай қалды ғой. Ене кіреді ғой ол, ана ғой, ол жақсылық жасаудың деп ойлап тұр. Кіре берсін. Сосын айтатын, енең кимеген көйлекті киме дейтін. Енең тақпаған алтын тақпа. Өйткені сен қазір жассың, сен әлеке шүлекке кисең де жараса береді. Ал ана кісі кию керек. Өйткені анау жері қалды оның қайтуына. Ең кемелдікке жеткен Қожа Ахмет Яссауидің бабаның өзі ше, осы жылға қалай жетті дегенде барлық жақсы мен жаманмын деген нәрсемен шыққан ғой. Жақсылық қылса жақсылық қайтады өзіне. Алла соны қайтарады. Жамандық ойласа жамандық қылса жамандығын қайтарады. Алла әділ ғой, бәрі көріп тұр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, YouTube арнамның оқырмандары. Бүгінгі подкастымыз сіз көрмеген, білмеген ең ерекше подкаст. Бір подкастымыз 1000 подкастқа татитындай подкаст болайын деп тұр. Үйде отырасызда бір емес бірнеше қайталап подкасттың видеоның экранның бетіне қарап, соған іштей дұға тілектеріңізді тілеп, рахаттанып, тыңдап, өміріңізге ләззат алып, рухани аспанға ұшып қалықтап жүрсеңіз де болайын деп тұр ғой енді. Бұл ең ерекше. Енді ол подкасттың қонақтарын таныстырып кетейін. Таныстырайын десем, тіліме сөз жетпей тұр ғой бұл кісілерді. Ал тірі Құран дейміз бұл кісінің атын. Аты Жұмагүл, атының өзі Алла Тағаланың ең қасиетті күніне сәйкес келіп тұрған Жұмадай, гүлдей жайнап жүрген Жұмагүл әжеміз. Мінекей бұл осы жылы 100-ге жақындап келейін деп тұр. Хижри жыл санауы бойынша айтатын болсақ, біздің жыл санауымыз бойынша 97-тегі әжеміз бізге бүгін қонақ. Бұндай нәрсені ешкім жасай алмайды. Осыншама батырлық, қайсарлықпен біздің алдымызға келіп, сіздерге өзімен сұхбатымен бөліспекші. Жұмагүл әжеміздің енді айта берсек айтарымыз көп. Бұл кісі Мәдинада қазақ отбасы болып Мәдинада 30 жыл өмір сүріп, қазіргі таңда өзіміздің Алматы қаласы Қаскелең ауданымызда өмір сүріп жатыр. Біздің арамызда жүргеніне қуаныштымыз. Осы кісімен танысқалы, осы кісімен жүргелі өмірде өте үлкен сабақтар алып, көзіміздің көру қабілеті басқаша бұрыла бастады деп айтайыншы. Қазір оны өздеріңіз де байқайсыздар. Және де қасындағы сұлу апайымыз, біздің артынан ерген аузы сөзі дуалы, аузынан шыққан бір сөзін жерге тастамайтындай біздің ұлт анамыз, ұлт анасы қоғамдық қорының бас спикері, бас құрылтайшысы, құрушысы, қазір ұлт анасы деп бүкіл аналарымызды елге таныстырып жүрген даналығымен танымал Құралай Жарбол ұстазымыз. Қош келіпсіздер әже, апа. Бүгін сіздердің сөздеріңіз тек қана осы жерде қалмайтынына мен бек сенемін. Біз көрмеген, біз білмейтін дүниелер, нәтижелер болатынына бек сенемін, иншаллах. Сіздермен сұхбатымыз басталды. Мен қалай бастау керек екенін де білмеймін, өйткені сіздер білесіздер да. Машалла. Ұстаз. Қайырлы күн, қуаныштымыз көргенімізге, бүкіл Жансая ханымның оқырмандарына жалынды сәлем. Алла аузымызға жақсы сөз бе, осы кісілер керек нәрсе түсуін нәсіп етсін. Амин. Әже, қалай бастайық? Бастай беріңіздер, енді Алланың нәсіп еткен. Жақсы сөзден, иншалла. Алла нәсіп ете берсін. Осы жолыңызды Алла даваммен нәсіп етсін. Сізге рахмет, рахмет. Алла елге, халыққа жұғымды болсын, иншалла. Үлкенге, кішіге бәріне де Алла Тағала бір жақсы жол. Дін жолы ғой, бұл бәрі айналып келгенде. Дін жолы, мұсылман жолы, хақ жолы, Алланың жолы. Алла осының баршасына нәсіп ете берсін. Иншалла, кіші бәріне нәсіп етсін. Алла акбар. Қазір енді біздің тіліміз осы болып тұр әже. Сіздердің кездеріңізде кітап оқып, білімдеріңізді арттырсаңыздар, әртүрлі уағыз тыңдап арттырсаңыздар, қазір біздің жастардың, біз жасымыздағы, бізден кейінгі ұрпақтың тілі осы подкастты ашады да, соны тыңдап, небір ұстаздардың уағыздарын тыңдап жүр. Біз де соны пайдаланайық дедік. Бір кісінің мынандай несін оқып қалдым да, жаңа сторисқа жазып қойыпты. 2025 жыл маскалар шешілетін жыл, 2026 жыл не тілесең сол орындалатын жыл деп қойыпты енді. Андай бір жастардың тілі ғой, мен тырқылдап күлдім. Ойбай, мынау не дейді деп ше, сосын күйеуіме жаңағы ғұлама, ғалым ғой енді, Мұхиддин ұстазға айтып жатырмын, мәке осындай бір нәрсе оқыдым, ахаха деп күліп жатырмын да. Сөйтсем, рас дейді да.
рас 2026 жыл не тілесең сол қабыл болатын жыл дейді ал сіздерге сүйінші. Сонда неге дегенде өйткені 2026 жылда ислам жаңарады дейді. Қазақ еліне ислам мейіріммен келеді дейді. Біз неге сенсек, қалай ойласақ, солай соның барлығы қабыл болатын жыл дейді. Сондықтан да біз бір әрекет жасап жатырмыз. Біздің еліміз көркейсін, өссін, қариялардан алыстап қалдық. Біздің мен көрген қариялар сериал көріп, той тойлап, ана қысқа юбкасын киіп жүрген қариялар болды енді. Енді қайтадан осы Құралай ұстаздардың еңбегінің арқасында ақ жаулықты апаларымыз өздерінің дана сөздерін айта бастап жатыр. Мен осыны көріп қуанып жүрмін да қазіргінде. Өйткені еліміз қайтадан бір әдемілікке қарай, аққа қарай келе жатыр. Сіздер не айтасыздар? Енді біз қариялар үшін салтпенен заманның біріккен кезі ғой қазір. Өйткені салтымыз ұстап біз келдік, заман ғылыммен келді да. Телефон, интернет деген нәрселер келді. Енді осы нәрсенің арқасында бүкіл әлем біздің қолымызда тұр ғой. Шүкір. Бірақ нәрсе бар, біз жақсы сөйлеуіміз керек шынымен. Жақсы сөз жарымырыс дейді. Біздің әжелеріміз бізді осы болатын өмірді көз алдымызға елестетіп, ертегі қылып айтты. Біз көрмейміз, сендер көресіңдер, Құда қаласа, дүниенің бір шетінде отырып, екінші шетімен бетпе-бет сөйлесесіңдер деген нәрселер болды. Соны аңсадық, сол нәрсе болды. Енді мына тақырыпты жаңа айтып жатырсың ғой, сол нәрсе де бекер емес та. Біз енді ана ойбай вирус келе жатыр екен, ойбай ана жерде бүйтіп жатыр екен деген нәрсені тоқтату керек. Өйткені білім кемеріне келіп келе жатыр. Білім келген екен адамның санасы, руханияты өсу керек та. Руханияттың негізгі айтатын ол жақсылықты. Сондықтан бәріміз жақсылыққа бет алу керек. Әйелдердің қандай үлесі бар сол жақсылықтан? Енді әйелдің рөлі үлкен ғой бұл жерде. Өйткені әйел ана болса, екінші жағынан елдің тәрбиешісі, өмірдің өзегі әйел. Себебі әйел әр отбасын тәрбиелеп отырса, бүкіл қоғам содан пайда болады. Ал әйел құрыса ұлт құрайды деген нәрсе осыдан қалады ғой негізі. Сондықтан әйел жөнделмейінше біз анау жаман ет, мынау жаман ет дегенді айта алмаймыз. Өйткені сол жаманды да, жақсыны да дүниеге әкелетін ол ана ғой. Енді ананың құрсағы таза, текті болса, одан текті бала келеді. Ана енді жаңағы дұрыс болмаса, одан дұрыс емес бала туады. Айтады біздің әжелеріміз көп ұйықтай берген келінге айтатын, маубас баланы туасың сен. Тұр, балаң үшін тұр, қимылда дейтін да. Сонда іштегі бала нені көрді, сонымен өсетті. Сондықтан да ана дегенге көп нәрсе қатысты ғой. Сондықтан ғой өмірдің өзегі ана деп айтатыны. Өткенде бір жиында бір кісі айтты да, қазір күйеулер әйелдерді қолдамайды, әйелдер өздері ғана жеке дамып бара жатыр. Бір еркекте қолдап жіберсе ғой, одан бетер жақсы болар дегенде сіз бірден көтеріліп кеттіңіз ғой, сіз қателесесіз деп бастадыңыз да. Мен деген аузым ашылып сіз тыңдадым. Өте көп сол жерден сабақ алдым ғой. Сонда сіз айтып жатсыз, ер кісілерден күтпеңдер қолдау. Өйткені даналық әйелде болады деп. Енді әйел қиындықты көп көрсе дейді, оның даналық шығады дейді да. Мысалы енді біздің апаларымыз сол қиындыққа шыдады ғой. Әйтеуір еліміздің басынан не кетпеді елге да. Бірақ біз әлхамдулилlah жерімізден айырылған жоқпыз. Жер өзімізде, ел өзімізде қалды ғой. Бірақ сол қиындықтың бәріне біздің аналарымыздың ақылы болды ғой. Бәрібір сол аналар әр баланы тәрбиелегендіктен осы нәрсеге жеттік деп ойлаймын да. Ал енді біз бәрін еркектен күте берсек, онда әйелдің даммай қалады ғой. Еркек деген кірсе бар, шықса жоқ дейді ғой қазақ. Сондықтан баланың тәрбиесі негізі анаға беріледі. Еркек деген былайша айтқанда енді Алладан кейінгі үлкен қамқор ғой, кәдімгі үйдің шатыр сияқты да. Қиындықтың бәрі солар істейді, дүниені жеткізеді, тамақты жеткізеді, істей алмай жатқан нәрсені істейді. Бір нәрсені шеше алмай жатсаң шешіп береді. Бірақ ер адам аңғал болады да. Ер адам сырттағы нәрсені ашуын кей кезде өзінің шалмаған жетістігін айтып келеді. Сол кезде тыңдап алып, бірақ соның оңына қарай. Соны әдемі жолға салып жіберсе, еркек деген қолдайтын еркек болады ғой. Біз өзіміз жатамызда еркектен қолдау күтеміз да. Еркектің қолдауын біз өзіміз шығарамыз ғой, негізі әйел шығарады ғой. Өйткені сұлтан қылатын да әйел, ұлтан қылатын да әйел дейді. Бар қылатын да әйел, барыңа зар қылатын да әйел дейді. Сонда әйел кемеңгер болып тұр ғой, өйткені бала келеміз ғой біз дүниеге. Сол баланы кемеңгер қылу үшін
Алла Таала бізге дәнді салып жіберген да, сол дәнді шығару біздің қолымызда ғой. Сондықтан 5 бала туғаннан кейін күйеуің де сенің бір балаң болып кетеді дейтіні қазақтың осы да. Ал енді ақылды еркектер болады да, енді ақылды еркектер ол енді әйелін сыйлап жүріп сыйлататын жағдайға жеткізеді да. Енді ол еркек, еврействияда бір кездеседі ғой, бәрімізге бірдей қайда ғой. Сондықтан әйел өзінің шығармашылығын шығару керек қой. Әйел мықты ғой, әйел. Мысалы, қандай ел басына күн туса да, әйел шығады бірінші. Неге? Оның ана дамымай жатқан нелер дамып кетеді ғой, қиындыққа төтеп береді да. Ал көп әйелдер соны айтады, біз ап қалдық деп. Жоқ, сондай нәрсені көргендіктен шығады ол нәрсе ше. Сондықтан да әйелдер мықты, әйелдер жөнделмесе біз елді жөндей алмаймыз. Біз қазіргі ұлдарымыз неге ынжық, неге үлкен әйелдердің қолына кіріп кеткен жігіттер бар қазір ше, елдің ішінде. Сосын жаңағы үйленбей жүрген еркектер бар. Бұның бәрі қайдан келеді дегенде жалқаулық деп ойлаймын мен да. Ана үлкен әйел дүние табады, соның қолында жатып тамағын ішу. Анау еркек адам дүние іздеп кетеді да. Дүние деген нәрсе өзі айтады ғой қазақта. Төртеу түгел болса төбеде келеді дейді. Ол бірінші не? Бірінші ол иманың да. Екінші ол сенің әйелің. Денсаулығың дейді. Үшінші ақжаулық, төртінші бессаулық дейді да. Сонда бессаулыққа дейін әлі қанша тірлік бар ғой. Сол тірлікті істемей жатып, олар бесіншіге кетіп қалыпты. Бесіншіге кетіп қаласын ол жаңылсады ғой. Өзі ретімен ғой жол деген. Сондықтан біз әйелдер жөндейік деп шыққан жоқпыз, енді айтып жатырмыз ғой енді. Әйел мықты болса, ол еркек мықты болып кетеді. Отбасыңыздың жарық болуы өз қолыңызда. Егер де жанұямның бақытты, жылы болғанын қаласаңыз, осы менің жаңадан шыққан туындым Хадиша анамызбен сырласатты кітабымды оқуды кеңес берер едім. Бұл кітапта адамзатқа үлгі болар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жары Хадиша анамыздың отбасы құру стратегиялары мен өмір салты келтірілген. Қай заңдылықты ұстансаңыз отбасыңыз бақытты болады, қайсынан ауытқысаңыз бақытсыз болады. Хадиша анамызбен сырлас атты кітапқа тапсырыс бергіңіз келсе, астындағы сілтемеге өтіңіз, сол жерден ала аласыз. Ал олай болса отбасыңыз бақытты, шуақты, жарық болсын деп тілеймін. Күшті. Мен қазір осы отырғанда біртүрлі өзімді не сезініп тұрмандай бір кінәлі сияқты ма сезініп отырмын. Мен мына жерде отырмын, сіз не қойған жерге отырғызып қойғам деп ше? Жоқ, біз диванда отырмыз ғой. Диванда отырсаңыз да мен бір түрде отырып қалған сияқты ұялып отырмын біртүрлі, ондай нәрсе жоқ па? Жоқ, ондай әр өзінің орны болады. Білмеймін, іштей жаман біртүрлі ұялып қалдым да. Ол енді сенің тектілігің ғой. Үлкен кісілердің алдында мен шамалы алға шығып кеткен жоқпын ба деп. Міне әрбір әйел өзінің орнын білсе, өмір өзімен кете береді ғой. Сонда да ауыссақ болмай ма? Жоқ. Біртүрлі сіз тыңдап отқан кезде өзімді біртүрлі сезініп отырмын. Менше сондай бір балаша нем бар, андай бір балалығым бар, сөйтіп қалам, баста байқамай қалам. Ол даналық қой. Рахмет. Рахмет. Сіз солай ойласаңыз, мен дана болуға тырысамын ғой. Өзіңді үлкен орынға емес, кіші орынға дайындап, үлкенге қызмет деген нәрсе осы ғой. Рахмет айналайын. Жаңа төртеу түгел болысының аяғында қызмет те бар да. Оның бір жағы бүйтіп айтады, бірінші кеңес, екінші пікір, үшінші жақсыны айтып, жаманнан тыю дейді да, төртінші қызмет дейді да. Адамның өсуіне осы төрт нәрсе керек дейді. Сонда қызмет керек да. Рахмет қызметіңіз ғой сіздің, машалла. Рахмет. Мен осы 39 жасында ма сіздермен таныстым өзі. Қазір 44-тен бір 5 жылдай болыпты, жаңа ойланып отырсам. Сол жасыма дейінгі жансая бір бөлектігінде алып ұшқан, жаңағы тоқтамай алды қарай жаңағы ештеңеге қарамай шаба беретін. Бірақ сіздермен танысқалы менің өмірім күрт өзгерді. Қазір ойлаймын, әрбір әрекетім ар жағында сіздермен танысқан күннен бергі менің ішкі ұғымдарымның ауысуы екен. Кез келген бір қызмет, бұрында қызмет етем деп жүгіретін, қазір де қызмет етем деймін, бірақ қазіргі қызметімнің салмағы кішкене сіздердіңкі дейді. Қайдан келтісем, әрдайым сіздерден келіп атқан маған. Мүмкін мен сөзбен сөз келмеген шығар ол. Ол бірақ іштей түйіп алғандарымды
халыққа айтқым келеді екен да. дұрыс Мен ортада делдал болғым келеді екен. Қатырып атқан ештеңкем жоқ. Просто делдал болғым келеді. Осы кісілерді көбірек айтқыза берсем, таныстыра берсем деген бір мақсатпен бүгін осы подкастқа ниет қылғанбыз. Әйтпесе шынымен де сіз айтпақшы, өткенде бір жиынға барғанда сіз айттыңыз ғой. Не қыласыңдар осы бізді, біреуіміз ақсақ тоқсақ, біреуіміз бір жеріміз ауырады, зорға келеміз, бірақ бәрі өсіп шақырып атсыздар деп. Шынымен де сіздердің орындарыңыз, әрқайсыңыздың орныңыз жарқыраған жұлдыз береді. Қандай жұлдыз төбемізде бізге жол көрсетіп тұрады, жарқып кетіп тұрады, тура сондайсыздар да. Сіздер бар болған сайын біздің жолымыз анық та, қайда қарай жүруіміз керек екенін біз соған қараймыз да, жаңылыспай жүріп келе жатырмын деп мен өзім сенемін. Сол сенімімді халыққа да, ел жаңағы менімен қатар жүрген елдің апаларына, аналарына, қыздарына айтқым келеді да. Осы подкаст теңдессіз подкаст болайын деп тұр. Жай ғана қараңыздар осы апаларға, қандай сұлулық бар бойларында, қандай жылулық бар. Мен осы сіздердің қастарыңызда жүре берсем, көп нәрсені түсінгенімді. Әсіресе осы мен қазір әйелдермен жұмыс жасап жүрмін ғой, сол кезде соның базасы ылғи сізден алған базаларым екен. Соған сүйенеді екенмін да. Бұлай білімім бар, окей, анан үйреніп алдым, заманауи, бірақ бәрібір де сіздің айтқан ұғымдарыңызбен мен жұмыс жасайды екенмін. Сондықтан сіздің біліміңіз халыққа өте көп танылу керек. Жаңағы айттыңыз ғой, әйел адам даналық әйелде болады, еркектен көп күтпеу керек дедіңіз. Енді осы әйел қалай іске асыру керек осы даналықты? Енді дана болу үшін бір ғалым болу емес. Қазақтың біздің келе жатқан жолымызда біздің әжелеріміз айтатын. Дана болу үшін сен өзіңнің жүріп өткен жолыңды соны тура сабырлықпен өзіне кейінгі ұрпаққа көрсетсең, ол сенің даналығың дейтін да. Енді ғалымдардың шығармаларында да келеді, ел бұзылып жатса дейді да, елдің жағдайы нашарлап жатса, оған кінәлі қариялар дейді. Сосын ғалымдар дейді да. Қариялар неге кінәлі? Өйткені өзінің жүріп өткен жолындағы кем кетістігін өзінен кейінгі ұрпаққа бере алмаған үшін дейді да. Ал енді ғалымдар біле тұра айта алмаған үшін дейді да. Мысалы айтады, бір нәрсені айтып бар, сосын барып ал дейді ғой оны. Айтпай тұрып оны білмеген нәрсесін сұрама дейді. Біз неге өсіп шығып айтып жүреміз, себебі ше, ертең кінәлар келіндер бізді кінәлайды ғой. Өйткені естіген жоқпыз. Бізге бір мына кемпірдің шайысы шығып айтқан жоқ деп айтады да. Сұраламыз бізде. Сол кезде өз міндетімізді атқарып кету ғой. Енді жаңа сен айтып жатсың ғой, мен сіздерге қызмет жасап алып жатырмын деп, ол жақсылық. Өйткені біреуді жарыққа шығармай, өзіңнен үлкенді жарыққа шықпайсың деген сөз бар қазақта. Екінші, қызмет қой. Батасын аласың, бата береді, ол бата қабыл. Қазақ бекер айтпайды, батасыз ел арылмас, батасыз ел жарылмас деп. Үшіншіден, ол сенің көрегенділің, қызметің жасап, батасын алып жүргенің. Үшінші, соны алып айта білгенің, ол жақсы нәрсе ғой. Өйткені біз сондай адам дайындауымыз керек қой, ұрпақ дайындауымыз керек қой, құр кете бермей. Неге ұстаздар мүриттер дайындайды, шәкірт дайындайды? Өйткені елге ұстаздың айтқан шәкірт арқылы таралады ғой. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері, бабаларымыз ол кісілерді Алла рахметін алсын. Қанша шәкірті бар мысалы? Олардың бәрі ғұлама, елге қызмет жасаған. Сол сияқты бізде сондай болуымыз керек қой, әйелдер дана болу керек қой. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи тұсында сахабалардың өзі, кеңесшісінің өзінің 4 әйел болған дейді да. Сонда ол ақымақ емес қой. Әйелдердің даналығы болып бастап алған ғой. Бірақ мына Совет үкіметі келді, идеология басқа болды. Сондықтан олар біздің нәпсімізді көтеріп кетті де, құқымызды, Совет үкіметі. Бірақ руханиятымызды өшіріп кетті да. Сосын бәріміз жаңағы ер адамның орнына барып тұрдық да, бәрі біздікі деп ойлап қалдық та. Бірақ әйел адамның өзінің орны бар ғой. Орын ауысып кетті да. Сөйтіп жаңылысып жатқанымыз сол. Қазір енді Құдайға шүкір, әйелдердің бәрі жақсы. Осы үлкен адамды құрметтесе, негізі айтады ғой қазақ, сен неге жол саласың, сол жолға өзің барасың дейді да. Үлкенді құрметтемесе, ертең үлкен болмайды да ол да. Дымға пайдасы жоқ. Бір тостақ көженің егесі келінге жексұрын, баланың әй деп жүретін әжесіне айналады. Ал енді қызметін жасап өткізсе, ертең ол да сол қызметті алады да. Өйткені өмір сауда ғой, дүние ғой. Бүгін кешке енеме бара жатырмын ше, жол жоқ. Машалла. Сол айтқан кезде бір андай қызмет еткім келіп кетті ғой. Машалла, қызмет етіп, бауырына кіріп, құшақтап, иісін иіскеп жатудың өзі ше, ананың мейірімі түседі ғой. Көптен бері орындалмаған арманың орындалып кетеді.
Өйткені ананың дұғасы қайтпайды ғой. Ананың разылығы, айтады ғой Алла, неге айтады ата-ананың разылығы менің разылығым деп. Ана кісі шын көңілімен разы болды ма? Болды, оның періштесі тұр ғой. Момент қол қойды ғой, кетті ғой. Сондықтан ананың барып, ең болмаса барып, аптасына болмаса да айына барып, жаңағы иісін иіскеп шығару керек қой. Иісін иіскейтін бала жоқ қой қазір. Есіктен тұрып мынаны беріп кетеді да. Ол қайтып оңады сосын. Барып, анасының иісін иіскеу керек қой. Ананың иісін сезінген бала ананың мейіріміне тояды. Мейіріміне тойған бала дүниеге тояды да. Дүние содан келеді ғой негізі. Машалла. Өткенде сіз апаны тірі қылатын сандық дедіңіз ғой, алтын сандық. Иә, сол күшті маған ұнады, соны айтыңызшы. Мен сіз айтқан кезде енемді елестеттім ғой. Менің енемнің осындай сап-сау шауып, ішер ауырмай жүрген себебі сол өзінің сандық екен ғой деп. Шынымен. Енді бұрын әжелердің бәрінде сандық болатын еді. Біздің әжелерімізде болды. Сол сандыққа жаңағы ақша қоятын, алтындарын қоятын, маталарын қоятын. Ол кезде енді конфет жоқ болды. Мәмпәси деп кәмпиттерді қойып қоятын, печенье қоятын тұғын. Оның артындағы мынандай пәлерін түсіріп, жаңағы немерелер ұрлап жататын. Бір қыз болатын да, соның егесі еді ол. Былайша айтқанда склад деді ғой. Қойманың егесі еді. Кілт сода. Келін де сол арқылы алады, бала да сол арқылы, немере де сол арқылы. Сонда ол жерге керек адам да. Керек болғасын өмірге деген құштарлығы да оянады да. Ал енді қазір сен өзіңмен өзің бол, біз өзімізбен өзіміз болады. Енші алып кетті. Ана апа ешкімге керек болмай қалды ғой. Сосын ешкім онымен қарым-қатынас жасаспағасын, қатар құрбы өмірден өткеннен кейін кімге керек ол? Ол енді қой, енді Алладан басқа керек емес екенбіз деп Аллаға қарай кетеді да. Қазір Қазақстандағы әйелдердің өмір сүру деңгейі 70-тен аспай қалды ғой. Көбісі тағы өмірінің соңында ауырып қайтыс болады. Неге? Ол мына қазір психологияны айтып жатқан травмасы да. Көңілі қалды, сол бойынша кетіп жатыр да. Айта алмайды, тілі байланады, су іше алмайды, көзі бақырайып жатады, разы емес өмірге да. Ал енді анандай бір нәрсені ұстап тұрса, сандық болса, ол апа разы. Міне апам отыр 90-ға келіп, 100-дің таяқ тастамы уақыт қалып отыр. Сондай апалар көбейеді да. Сондықтан келіндер осы подкаст тыңдап отқан анаға қызмет жасау керек. Енеге, шешесіне, үлкен кісілерге қызмет жасау керек. Өйткені неге? Ертең өзі үлкен болады. Неге біздің жастарымыз көп кетіп жатыр? Неге әжелікке жетпей жатыр? Әжелікке жетсе де ауып қалып отыр. Оның бәрі қызметінің жоқтығы. Өйткені Алла Тағала нені сұрасаң соны беріп тұр ғой. Нәйеті бір элементарный сабырлық жасасаң, Алла Тағала сені қасіреттен сақтайды екен да. Жол апатынан, жамандық нәрселерден сақтайды екен. Сабырлық жасағаның үшін. Ал сондай нәрсенің бәрін сыйлығын беріп отқан Алла Тағала оның да сыйлығын беріп қойған ғой. Сондықтан өмірдің сабақтастығы тәрбиенің үлкен қызмет жасау. Қызмет дейсіз ғой. Кеше бір тікелей эфирге шықсам, бір әйел жазып жатыр, Жансая ханым, маған көмектесіңізші, мен ажырасайын деп тұрмын. Енем арамызға кіре береді дейді. Сосын мен айттым, ене кіреді ғой ол, ана ғой, ол жақсылық жасадым деп ойлап тұр. Кіре берсін, пожалуйста, рұқсат бер, ол сен 90-ға келсең де кіреді. Дедім. Бірақ сіз қалай ойлайсыз, мен қателестім ба? Енді дұрыс қой, тақырып солай ғой, ол кіруге міндетті ғой, ол ене ғой. Ол анасы ғой баланың. Енді келін бір жерде бүйтіп ойлау керек қой. Келін көрдің бе, ақыл деген осыған керек та. Келін ақылды болып, осы нәрсені естіген болса, ол күйеуімен екеуі тіл табысып, екеуі бірден апаға қызмет жасаса енесіне, ене отырады ғой өзі орнында. Олар анадан жетпей жатқан нәрсені көргісі келіп тұр ғой. Ол ортаға түскісі келіп жатқан жоқ. Сол нәрсені талап етіп жатыр да, мыналар бере алмай жатыр ғой. Беру керек қой ананың ақысын. Бермейді да, сосын енені кінәлайды. Ене кінәлі емес, ене керегі сұрап тұр да. Ертең Құдай біледі, сол өзі де үлкен ана болғанда, баласы өскенде, ол да кіреді, жақсы көріп істегісі келеді. Оны келін айтады, кіре бермеңізші арамызға дейді. Өйткені ол мама ғой, ол істегісі келіп тұр дейді. Екіншіден ол баласын дұрыс тәрбиелемей тұр да. Енді ана келін бала өсіріп отырса, баласы оны көріп отыр. Емізулі болса да бала сезінеді. Ол саналы түрде алады, ертең керек уақытында шығарады ол нәрсені. Кітап қой бала деген, жазып шығатын. Норма дейді. Ертең ол да соны анасына істейді. Менің анам да сондай болған уақытысында. Бұл да менің анам да соны көрген міндетті дейді да, ол әйеліне сөйлемейді. Ал енді анау жерде келін қызмет жасады ма, ана бала өсіп келе жатқан бала көреді да, ертең әйеліне жап аузыңды менің шешем деп айта алады да. Біз айта алмайтын бала тәрбиелеп жатырмыз ғой. Ол бізден ғой. Істей алмай жатырмыз да қызметімізді. Өзгеріп жатыр ғой. Жол өзгеріп кетіп жатқасын, заман
түрлі нәрселерді әкеп жатыр да бізге. Сондықтан заман орында тұр, біздің дұрыс жолға жолымызды адасып жатырмыз да. Жаңа осы жерге келе жатқанда сіз туралы әңгіме айтып жатырмыз да. Құралай ұстаз жұмсақ қой, бәрінің жұмсақ орнын тауып отырады деп та. Енді сіз жұмсақ, қалай жұмсақ, сіз екі келініңіз бар. Сіз деген қазір көсіліп әңгіме айта аласыз. Егер де келініңіз сізге мама үйте бермеш, сөйте бермеш, мә деп дастарханға тамағын лақтырып отырса, ұнатпаса, қызмет жасамаса, сіз сөйлер ме едіңіз, сөйлемес пе едіңіз, Құдай біледі. Яғни сіздің келіндеріңіздің де көрегендігі, сіз де ене ретінде келіндермен қарым-қатынаста көрегенділік танып отырғансыз, біз білеміз оны. Қазір сұраса мен куә бола аламын да, иншалла. Бірақ сонда да халыққа бір соның бір шет жағасын, бір көрінісін айтып берсеңіз, қалай осындай көсіліп сөйлеуге, сіздің осындай бір ұлт анасы деген атаққа лайық болуыңызға келіндеріңіздің үлесі қандай? Енді мен де ененің қолында тұрдым ғой. Енем менің 87 жасқа келіп қайтыс болды да. Мен келін болып барғанда енем 65 екен. 60 екен енді, 65 емес, 60-тың ішіне келіп кіріп қалған кісі екен. Сонда жаңағы енем көп нәрсені тәрбиеледі да мені. Сонда анам айтатын, енеңді шеккен ет шек көжесте. Шеккен етті көп бір құйрық араластырып, күш қуат болады дейтін да. Сосын енең өзіңе не керек, енеңе соны істе дейтін. Сосын айтатын, енең кимеген көйлекті киме дейтін. Енең тақпаған алтын тақпа. Өйткені сен қазір жассың, сен әлі көшірекке кисең де жараса береді. Ал ана кісі кию керек. Өйткені анау жер қалды оның қайтуына. Сол қызметті істесең, ертеңде сол жолға түсесің деп айтатын да. Сол қызмет жасадым, енді ол кезде мен енді біз жанұямызда ондай бір мемлекеттік жұмыс жасадық, ол мизерный ақша болды. Бірақ соңынан да мен сол енеме беріп отыратын едім. Өзім керегімді алып, енеме қойып қоятын едім. Ақшаны сіз алыңыз деп. Сосын да менің айлығым деп әкелетін, сосын көйлекті әперетін, жақсы көйлекті әперуге тырысып отыратын да. Соны бала шағам көріп өсті негізі. Мен айтып отқаным сол да. Сосын енді мен келін ағанда тура сол келіндер өзімде келді да. Мысалы базарға екеуміз шығамыз, мен о бастан ұнатам да, енеме жүргенді да. Келінмен ене келе жатса бір әдемі көрініс та ол. Жетектеп, бетіп алып келе жатқан. Сондай біз жарасымды өз қазақтың менталитетіне сол нәрсе керек та. Ол сыртқы көзге тәрбие да. Соны енді келіндерімде көрдім, менің енем бір жаққа шықса беретін бейтіп та. Соның кішісін алуға тырысатын мен. Төмендеуін алуға тырысатын, өйткені мен төменмін ғой деп та. Ал енді мен келінімде бірінші келін түскен кезде екеуміз базарға шығып екі банан алдым да. Сөйтіп келінге бердім. Алдына біреуін алып жетіп, ол да кішісін алды да. Сонда көрдіңіз бе, өзің не істейсің сол айналып келіп тұр ғой. Ал кейбірде менің де балалығым болған кез болды. Келін сол балалықты көрсетіп тұрады. Ол кезде кешіресің. Құралай, сенен кеткен қате ғой бұл деп. Өйткені өмірше Алла әділ ғой. Нені бересің, соны алып қайтасың ғой. Менің шешем айтатын, мына өмірдің тас төбесі 40 дейтін да. Сен мына жерден шығып 40-қа барғанша өзің істеп өтесің соны. Мына жерден былай түскенше соның істегенің ыздашын алып түсесің дейтін. Сосын мына еске кіріп кетесің, болды өмір сонымен бітеді дейтін. Сондықтан мынаған шыққанда сен жақсыны алып шықсаң, бәріне қызмет жасап, мына қызметін сол жерден көресің дейтін да. Мен нақ-банақ рас болды деп ойлаймын да. Сол көрдің, ол айтылды да, ол мен данамын деп айтпаймын да. Мен көргенім, егер де сен де соны істедің ертең, сен де сондай тілмәш боласың. Өйткені көрдің ғой, өткіздің, айта аласың да. Ал өткізбесең, өтір нәрсені айту қиын ғой. Жасандылық деген қиын ғой. Сондықтан келінге де келінде балалық болады, келінде көрегенділік болады. Бірақ еш уақытта айтар едім мен, келіннің мінін бетін айтпау керек. Жалпы келін болсын, бала болсын, жалпы адам болсын, мінін бетін айтуға болмайды. Бұлай айт, жай әдемі сөзбен келтіріп айт, жай айт. Түзеу керек қой, біздікі мінді айту емес, біздікі түзеу ғой негізінде. Сосын жаңағы бәрі сен жақсы, мамаң жақсы, папаң жақсы. Сенің жақсылығын көре білген кезде келіннің жақсылығы көбейе бастайды өзі. Ал кемістігін көре берсең, кемістік көбейе бастайды. Өйткені нені көресің, сол көбейеді ғой. Сондықтан жақсылық көбейген сайын жақсылық көбейеді ғой. Ал енді келіндерге де солын берем. Балалар көріп келатыр, екі баланың, екі келіннің үйде болуы, балалар бір-бірімен бірге өссін, бірінің таяғын бірі жеп өссін, бірінің қойнына кірсін,
мейірім шықсын деген мақсат қой. Бәріміз бірдей шынымен үй көп қазір, дүние көп. Дұрыс айтасыз. Бәрін шығарып тастай берсек, бәрін бөлек жібере берсек, сонда біз не береміз, не аламыз ертең? Біз аналар баламен сұраламыз ғой Алланың алдында. Сонда баламызға не бердік? Маған көп адам айтады, Құралай сен қызықсың, екеуің еншін бер дейді да, ертең дүние талас болады дейді да. Мен айтамын да, боқ дүниеге мен балаларым таласа ма? Таласады дейді да. Таласса да мен осы үйде өсет деймін да. Қазір айтып отырмын да енді. Екеуің бір жерден үй аласыңдар, бір жерден жер аласыңдар, бір жерде тұрасың. Біріңе бірің көмектесіп, балалар бір-бірімен жүру керек. Дүние деген ол өтіп баратқан нәрсе. Байлық дегенде боқ қалып қалатқан нәрсе. Сенің арттырып кететін бұл дүниеде тек қана балаға берген тәрбиең. Елгес деген қызметің, қариялардан алған батаң. Болды, басқа еш нәрсе сен өмірден ала алмайсың деп айтам балаларыма. Енді Алла біледі алдағын. Сол. Бірақ не деген сеніміңіз мықты деп отырмын да қазір. Алла ғой. Мен де екі балама солай істесем бола ма деп ойланып қалдым да, бірақ сенімді нықтадым сіз арқылы. Көрдіңіз ба? Өйткені көріп өсу керек қой. Екі әйел бірінің характерін біріне төзу керек. Олар бір-бірін сыйлайтын жағдайға жеткізу керек. Екі балалар бір үйде өседі. Сосын екеуі ажырамайды ертең шыққаннан кейін. Анау үлкен папа, мына кіші папа қазір тілмен айтқанда. Анау жеңшем біледі, мынау жеңшем біледі. Мен айтамын да, үлкен баланың қызы бар. Осы қыз билейді деймін да, мына қыз билейді сендерді. Бәрің осыдан ақыл сұрайсыңдар ертең. Мына қыздың ақылымен жүруші болыңдар деп айтып отырамын. Үлкен сол. Ұл бала болса үлкен бала болатын еді. Мына қыз бала, қызды құрметтейсіңдер, қызды құрметтеңдер. Қыз келсе, қызға берсе, бермей шығарма, қыз артына қарамасын деп айтып отырамын. Қыздың батасын алып отырыңдар қайта-қайта деп. Енді оны Алла біледі да. Бірақ ниетім сол да. Машалла. Мен қазір іште бір балалығым ойнап жатыр да, білмей тұрмын қайдан оны оқып алғам, біліп алғам, или үйреніп алғамды, маған бір әулеттің басшысы әрдайым әже сияқты болып көрінеді. Әже ғой. Әже болған ба? Мен неге оны білмеймін, әйтеуір бірақ әже бүйтіп отырады, бәрі содан келіп ақыл сұрайтын сияқты болып елестейді. Соны сіз растап беріңізші сондай болса. Бізге бір бала жұмысқа келді да, қожаның баласы. Сол айтады, мен немере келін бұл енді да. Біздің атамның шешесі болды дейді да, айнала үйлер дейді енді. Соның бәрі еншіне алып отырады дейді да. Азанда бәрі келеді. Апа бірінші шығып жүре алмайды дейді да. Коляскамен шығып отырады дағын дейді, қолында мынандай жүгердей майда тасты көп, қалтасын сабалады дейді да. Қай келін кеш шығады, соны жіберіп ұрады дейді таспен. Сосын жаңағы айтқанын істемеген таспен ұрып шақырып алады дейді, берке деп айтады дейді да. Ана апа дейді да. Сосын алдына барамыз, сәлемдеспей қалып шығып кетіп бара жатамыз дейді. Жаңа туалетке кетіп бара жатады, шақырады екен қайтып бер деп та, жаңа таспен лақтырып. Сөйтеді дейді, жаңа ападан бәріміз қорқамыз, үлкен әже дейді да, бәріміз сол кісі басқарады әулетті дейді. Сосын бір күн дейді, мен шақырып алыптан, баланы шақыр деп айтты дейді, пәленше деп күйеуін айтын шақырың ғой, таспен бұр дейді арқамнан. Пәленшені сен тудың ба деп айтты дейді. Жоқ дедім дейді, неге атын айтайсың? Ат қойып ал өзің. Ол біздің атымыз деп айтты дейді да. Содан жәме қожекең деп айтам дейді да. Сонда қарасам біздің алған тәрбиеміз бір сол апаның тәрбиесі екен дейді да. Сонда айтады дейді, жаңа кісі қайтыс болайын деп жатыр дейді, ауырып жатыр дейді, күлді келіні шақырды дейді. Сөйтіп айтты дейді. Сендер білесіңдер ме, мен анаяққа баратқанымды деп айтты дейді. Мен сендерге одан да жақын боламын ертең анаяққа барғасын. Өйткені анаяқтың қасына баратырмын. Егер де менің балаларымды біреуін қоспай бір-бірінен ажырататын болсаңдар, жандарың шығарам анаған айтып деген иә. Сөйтіп дүниеден өтіп кетті дейді. Содан дейді, кеткеннен кейін бәріне еркіндік болып тағын, біреу қалаға көшті дейді, біреу анаяққа көшті. Сонымен арада бір 5-6 жыл бір-біріне сөйтіп. Шамалы босаң су болды дейді. Соны үлкен жаңа апамыз дейді, үлкен баланың әйелі, бәрімізді шақырды дейді. Әй, апам ұмытып кеттік па? Апам жаның шығарам деп еді ғой. Менің үлкен қызым аурудан шықпай жатыр. Сол апам разы болмай жатыр ау. Қой, бәріміз бір жерден үй алып, үй салып бір жерге барайық деп, бүкіл әулет қазір бір жердеміз дейді да. Сол айтқандай-ақ шынымен осындай бола берсе біздің мемлекетте күшті болады ғой. Мемлекеттің күшті болуы әр отбасының қосқан үлесінен ғой. Біз кінәлаймыз, анау кінәлі, президент кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі. Ешкім кінәлі емес, соны біз тудық қой. Сондықтан ондай болу үшін біздің мейіріміміз сондай болу керек қой. Сонда біздің еліміз күшті болады да. Сонда бір отанды, бір мемлекетті, сіз айтқан елді қорғау үшін әйел адамның ішкі рухы биік болу керек сияқты. Биік болу керек. Әйел адам мана демеп сырттай не істеп отырады. Ана кешеде ана Шамшат апайдың тұсаукесеріне бардық қой, сол кезде күшті айтты ғой. Әйел адам өзін не кітапқа, не дәптерге, не салфеткаға ұқсатсын. Кітап деген сөреде тұрады, сыйланады, құрметтеледі. Дәптер деген не жазасын сол қалады. Салфетка деген қолданады да лақтырады деді. Сонда әйел кітап болса,
әрқайсымыз бір әр әйел өзі кітап болса бір отанды құрайын деп тұрмыз ғой, иә. Жасап жатқан даналық әйелден шығып тұр ғой. Мемлекетіміз күшті болады ғой. Себебі мейірімнен келеді ғой. Мемлекеттің де төбесінің тік тұруы мейірімі ғой ұстап тұратын. Сол мейірімді беретін ана ғой. Анадай мейірімді адам жоқ қой дүниеде. Соны әр баласына ана сол өзінің міндетін атқара алса, болды мемлекет кетті ғой гүлден. Бүкіл дүние жүзі Қазақстан билеп кетеді ғой. Мысалы қазір Қытай келді деп жүрміз, біз сондай дәреже жеткенде бүкіл құпиясын Қытай Қазаққа әкеліп береді да сыпырып шығып кетеді ғой. Ол ананың мейірімінде ғой. Сондықтан да біз біреуді кінәлап емес, өз баламызды тәрбиелеуге әрекет жасауымыз керек қой. Әйел ұрықты болу керек қой. Әйел ұрықты болса, бала мықты болады ғой. Неге бұрынғы әжелер, енелердің кезінде келінге түрге шықпаған ғой? Есіктен қарап тұрып, ине әперіш, тіпті әперіш деп, неге шықпайсың дегенде үлкен кісілер отырмайды. Мысалы, менің әжем сондай адам болғанда, мен апам бүйтіп жатып сыпыратын үйді. Сонда неге былай сыпырмайсың дегенде, ойбай, сонда тиіш отыр деген маған әжем. Ойқа шығуға оның правасы жоқ. Ой жерде билер отырған, ой жерде көсем отырған, ел билегендер отырған, мен отырмын. Біреуміздің немізге ұшап кетеді ол. Кесір тиеді. Әлі оған шығуға қайда дейтін да. Көрдіңіз бе, сонда төрді құрмет деген да. Ал енді соны көріп отырған бала елді қалай біреуге қиянат жасайды. Неге біреудің хақысын жеп кетеді? Өйткені біреудің ала жібін аттамауға берді ғой бізді. Мысалы, біреудің хақысына кірмеуге, тіптен біреудің алдына шығып сөйлеуге бізге болмайды. Біздің әжеміз айтатын, біреудің алдына тамақ жедің да құсасың дейтін. Өйткені біреудің рызығын жеп тұрсың ғой сен. Өзің алдыңда сенің рызығың дейтін да. Ал енді біреудің зарплатасының жартысын алып қалып, маған мынаны бер деп айту. Ол харам ғой ол. Біз сол хараммен адалды ажырататын ана болмай жатырмыз ғой. Сол кезде біздің жаңа сұсты деген нәрсе шығатын еді да. Мысалы, біреудің алдына кіре алмайтын сұсты сондай мықты аналардан шығады да. Кіре алмайды, сөйлей алмай қайтатындар болатын еді ғой баяғыда. Вот солар еді да. Біз сондай ана болуымыз керек, Құда қаласа. Иншаллах, иә. Сонда жаңағы сіз айтқан нәрсе көп қазірше. Күйеуім жаман болып шықты, ата-енем сондай, балаларым сондай, мен бүйтіп ауырып жаттым, тамақ болмады, аш жаттым, мен айттым, жыласаң жылай бересің, мынау түрің не сен? Жұрттың бәрі жаман, сен ғана жақсы болып тұрсың ба? Сен өзіңді көтерсе, сенің ішкі халің көтерілгенде деген нәрсені айтып қоямын енді. Білгіш болғаннан емес, өзім просто басқа сөз таппаған шығармын. Өзің басқадан айтады ғой, ең кемелдікке жеткен Қожа Ахмет Яссауидің бабаның өзі ше, осы жолға қалай жетті дегенде барлық жақсы мен жаманмын деген нәрсемен шыққан ғой. Мен ақ жаман, бәрі жақсы. Сонда өзінен түзелген кезде ананың бәрі жақсы болады ғой. Біз өзіміз түзей алмаймыз да, біреуден көре береміз да. Қазір сол нәрсені ұят санаймын да. Біреулер сөйтіп айтса, мына байғұс әлі сақалды сәби екен ғой деймін да. Өйткені қай жиынға барасыз, сол жиында ауқат мәселесі, әшейін болмайтын күндегі тірлік айтылады. Даналық жоқ қой жерде. Өйткені бір қария жоқ қой. Қазір жастар өз алдына бір жиналады, ана жас бір жас өздері жиналады, кәсіпкер әйелдер бір жиналады. Одан төменгілер былай-былай әр топқа бөлініп кеткенде, бірақ солардың жиынның ішінде бір қария жоқ даналық айтып отырады. Олар өздерінің жаңағы табысын айтады, киген көйлегін айтады, Есентай молдан алған сөмкісін айтады, одан не болады? Біріне бір бәсекеге түседі ғой сосын. Сондықтан әрбір жиынның басында бір қария отыру керек та. Сонда дұға қабыл. Біріншіден дұға қабыл болады ол жерде. Өйткені қарияның құрметіне Алла Тағала періште жібереді. Ана жерде шаш ағарған адам отыр, барыңдар деп та. Періште түскен жерге нұр түседі. Ол жердің дұғасы қабыл. Екіншіден үлкенге қызмет жасайды, олар өз міндетін атқарды. Үшіншіден ана кісінің батасын алып алып тұрған. Төртіншіден өзінің басынан өткен бір оқиғаны айтады, қанша ақыл алып кетеді. Міне біздің жолымыз осы. Тәрбие деген осылайдан басталады ғой. Ал енді бәріміз жаңағыдай бөтен үйге бөлек-бөлек бөлмеге жатқандай, әр өз жасымен кете берсе, бұл елде бірлік қалмайды. Бірлік деген, өйткені Құранда да айтады ғой, ең дін не дегенде тәрбие дейді. Құранда да айтқанда ең көп жеріне бір-біріне жақсылық істегендер. Сонда Құранымыздың барлығы біздің жаттап жүрген, анау айтамай, оқи алмай жүргеніміздің барлығының беретін нәрсесі қызмет екен ғой. Тәрбие ғой. Алла Тағала бізге бір нәрсені шығар демеген, тек қана бір-бірінің жақсылық істеп, біріңе бірің көмектесіңдер, біріңнің жиынына бірің бар, біріңді бір қолдаңдар деді ғой. Соғай оның беретін. Алла соған ғана жіберді ғой біз. Біз соны істеп қайтсақ болды, жұмағымызға барамыз, жәннатқа. Ал енді жоқ, деп ентіксек, пожалуйста, шайтанмен кеттік тозаққа. Сол. Ал сырын білген шығарсыздар, иә? Ұзақ өмір сүрудің, жақсы жиын жасаудың сыры міндетті түрде қастарыңызда, бір бастарыңызда қария болу керек. Міне үлкен кісілердің
көреген кісілердің айтып жатқан әңгімесі. Әже, сіз осы тақырыпта не айтасыз? Сіз айтқыңыз келіп отыр ғой. Апам айтады. Алла берекет берсін, Алла. Алла осы жолдан айырмасын. Иншалла осы жолдарыңыз, хақ жолы, дін жолы, Алланың жолы, Алланың кәламы. Қазақтың несінің бәрі өз Алланың жолы екен ғой. Алланың жолы екен, діннің жолы екен. Осы қазақтың бұрыннан келатқан жолы хақ жол екен ғой. Қарап тұрсаң, Алла сол жолдан айырмасын. Алла қияметке шейін иншалла бәрі дүния тұрғанша тұрып қияметке шейін давам берсін иншалла, нәсіп етсін иншалла, давамменен. Елімізге, халқымызға, жастарға Алла нәсіп етсін иншалла. Алла дін исламға қуат берсін, дін ислам тейшіқпар қашы беғамшылығын берсін, жастарымызға ұл болсын, қыз болсын, келін болсын, қыз болсын, немере шөберелерімізге бәріне Алла Тағала ал айтқандарыңыз Алла фәрешталар амен десін иншалла. Осы жолыңыз, сақ жолдарыңыз Алла жан берекет берсін, хайыр берекет берсін иншалла. Осы жолға хайыр берекет беріп, дүния тұрғанша тұрып, үлкендерге Алла жастарға осындай хидаят беріп, инсаф тауфық беріп, Алла үлкендердің жолын нәсіп етсін. Бәрін айтқандарыңыз Алла қабыл айласын. Қабыл бол, жолында, хақ жолында күллі елімізге, халқымызға, үлкен кіші бәріне нәсіп етсін. Қияметке шейін нәсіп етсін иншалла. Осы даваммен нәсіп етсін иншалла. Әбірей бір аман сақтасын хамиша. Құдай жандар дәргайында қабыл айлап, сізге осы істеп атқан еліңізге хайыр баракат берсін. Жансая Алла жан сізге рахмет, Құралай сізге рахмет. Осы бәріңізге Алладан рахмет, пайғамбарымызға шапаат болсын, осы дін жолынан, хақ жолынан айырмай, осыны Алла жан өрлете берсін, өрлете берсін. Давамменен иншалла хайыр баракат менен нәсіп ете берсін. Дәргайында қабыл Апам жүрген жерін бәрі хайыр баракат менен иншалла, осы хайыр баракат менен даваммен нәсіп етсін иншалла. Алла дәргайда қабыл айласын, қабыл болсын иншалла, қабыл болсын, қабыл айласын. Лайфхак айтайын сіздерге. Бұл әже жайдан жай отырған жоқ. Қазір әже бір 25 шақты сөйлем құрады, байқасаңыздар. Соны аласыздар да жазып аласыздар. Не айтты, соның бәрін жазып аласыздар. Дәл солай дұға етесіздер, дәл солай соны орындауға тырысасыздар. Болды. Өмір сүрудің, жақсы өмір сүрудің салты сол-ақ. Сол ғой, қайырлы өмір сол ғой, қайырлы берекетті өмір сол ғой өзі. Машалла. Қайырлы өмір баракатты болсын, Алла қайрысымен несіп етсін иншалла. Апамның отбасы да сондай. Шүкір, Апам алхамдулилла. үлкен жас жасаған, Құранды көтеріп жүрген адам. Құдайға. Апа бір ғасыр ғой былайша айтқанда. Отбасы да сондай жақсы, келіндері қызмет жасап, балалар алдында тұрып, енді машаллах. Альхамдулилла, дәл осы қайтару, осындай болып өмір сүру, бақытты өмір. Шүкір, алхамдулилла, шүкір. Құдайға шүкір. 5 немере, 3 немересі қари апа, шөберелер бар. 3 немерем қари, балам қари, шүкір, алхамдулилла, шүкір. Бәріне де Алла Тағала ендігілерге де нәсіп етсін деп тілейміз. Ендігі жаңадан келіп атқан әулаттарымызға, тұқым зұрияттарымызға нәсіп етсін, немере, шөбере, шөпшектерге. Осы бәріне нәсіп етсін, еліме, халқыма бәріне нәсіп етсін. Күресіне Алла тілеймін иншалла. Елім, халқым аман болсын. Тыныштық заман болсын. Алла жан осындай жақсылықпенен, хайырлы берекетіменен өмірлері хайырлы өмір болсын, берекетті өмір болсын. Бұл тренингтан да хайырлы ғымна сөздер. Бұл тренингқа барсаңыз, осы сөздерді көбейтеп айтады просто. Осы сөздер жазып алыңыздар да, осы сөздермен өмір сүріңіздер. Адамның сыртқы тәнінің сұлулығы ішкі жанның сұлулығынан дейді. Оны осы кісілерден көруге болады. Екі кісіде біз үлкен үлгі аламыз сіздерден. Сырттай өте сұлусыздар, өте әдемісіздер, әжімі жоқ, жарқырап, нұрдай болып тұрады. Оның сыры Құран. Құран ғой, Құран. Алланың жолы ғой. Құран ғой. Алланың хақ жолы ғой, Құран ғой. Апам Құран қандай? Апам солай ғой. Бұл кісі асықпайды, бұл кісі сабыр, ашуланбайды, ешкімге ренжімейді, ешкімнің көңілін қалдырмайды. Бәр нәрсеге шүкір, бәр нәрсеге болады. Не жоқ та? Негатив жоқ. Апам мені сондай өзінің әдемілігінен, өзінің сондай сөзінің жақсылығынан, өзінің берген қайырымынан, өзінің қызметінен осындай дәрежеге жетіп отыр. Өсіп жетуге болады да сонда. Алхамдулилла, шүкір. Құдайға шүкір. Алланың берген неғматы ғой. Алла берді ғой. Алланың неғматы ғой. Шүкір. Бәріңізге де нәсіп етсін. Алла ғой, Алла өте күшті. Аллаға нәсіп етсін иншалла. Алланың берген неғматы ғой. Шүкір. Алла жансы. Осы күндерге шүкірлер болсын. Сапсыз шүкірлер болсын.
Құралай ұстаз, не айтқыңыз келеді, бар ма бір түйған ойыңызды бір қорытындылайтын? Енді бәрін айтып біттік қой, енді айта берсең сөз шыға береді ғой. Енді біз жаңағы айта берсеңіз. енді жүрген жол бар, көрген мына өмір деген үлкен мектеп деп анам айтатын мен. Ата-ана бере алмаған, университет бере алмаған, мектеп бере алмаған білімді өмір деген мектеп бар, береді дейтін да. Сол енді қазір өмір мектебінің ұстазы болып отырмыз ғой, шүкір, альхамдулилlah. Енді кейінгі жастарға айтарымыз, подкаст тыңдап отқан қыздарға Алланың үлкен берекет жаусын. Негізі жақсы нәрсені көру, жақсы нәрсеге ойлау, жақсы нәрсені, жақсы сөйлеу, жақсы нәрсені істеу, жақсыны Алла соған себепшілік қояды екен ғой. Өйткені сөзі де жақсы, ойы да жақсы, ісі де жақсы, ал енді себепші болды. Мешіт салғызып қояды, ақша беріп қояды, ағайындарына бергізіп, лидер болады да. Жаңағы көсем болады да. Ол қалай болады десек, осындай өзінің еңбегі екен да. Сондай болу керек. Ана жерде мұндай болып жатыр, мына жерде мұндай болып жатыр деп жаман нәрсені айтсаң, ол сенің жеті атаң, жеті ұрпағының басына келеді ғой. Мысалы, ойбай, авария болды деп үйіңе әкелдің бе? Неге қазақ сырттағы уды ішке шашпа деген? Сырттағы уды ішке шашпа деген да. Ішке тек қана шырын әкел деген ғой. Сондықтан да тек қана жақсы нәрсені үйге әкелу керек. Жаман нәрсені көрдің бе, сол жерде оған дұға жасап, Алла оларға жеңілдігін бер, Алла бізді одан сақтандыр деп қайтуда. Сондықтан да осы нәрсені ойлағанның отбасы берекелі болады. Сол әулетте қариялары болса, оны құрметтесе, осы апам сияқты қарияларын, енелерін құрметтесе, өзін құрметтеген ғой. Өзіне келеді ғой. Сыйлап жүріп, сыйлат алу керек қой. Сыйлап жүріп, сыйлат алмаса, өзі кінәлі оған. Сондықтан ешкім кінәлі емес, дүние өзі кінәлі. Бәр жерде өзіміз кінәліміз. Өзім кінәлі деген адам Алла Тағала оны жеткізеді ғой енді. Сол жол тілеймін барлық қыздарға, Алла қабыл етсін. Жақсылық қылса, жақсылық қайтады өзіне. Алла соны қайтарады. Жамандық ойласа, жамандықты жамандығын қайтарады. Алла әділ ғой, бәрі көріп тұр. Өткенде умраға барып келдім, айтпақшы, екі қызым жолдасыммен сөйтіп кішкентай қызымды өзім бір сүйреп апарайшы деп ойладым шанда, өзімше мықты санап кеттім да. Бір кішкентай қызыммен бірге бір умра жасайшы, бір бақыт болсын деп ана қызымды ойладым, мен бүйтіп ұстап жүремін ғой, қағбан деп айналғанда. Қарасам, жоқ, мен шаршап жүрмін, ана қыз мені сүйреп алған, қағбаға мені тартып жүр ғой. Мен ойладым, жас деген осындай екен ғой деп бір сабақ алдым. Сосын ана Сафа мен Мәруаның арасында бүйтем ғой қызыма. Қызым кеш болып кетші андай. Неге отыра салайықшы, ана машина бар ғой, соған отыра салайықшы десем айтады, жоқ анашым, жаяу жүреміз керек, жаяу жүреміз дейді. Аяғым ұрып кетті, шаршап кеттім десем айтады. Ана дұғаларды оқып апты. Алла Тағала әрбір жасаған жақсылығының қарымтасын берем деп жазып қойыпты анашым. Қазір сіз жаяу жүрсеңіз сізге Алла Тағала қарымтасын береді. Машалла, машалла. Сөйтіп мен сүйреп жүрді қызым. Сол сөзді қолданып, маған мотивация беріп, сөйтіп Сафа мен Мәруада сөйтіп арасында жүрдік. Қарашы, осы жердің өзі сабақта. Сен әшейін бір әлі ерте кететін қыз ғой, келешегі бар. Сен балалықтан уже неге шықтың? Балаусадан. Балауса жасқа кеп тұр. Сол екі ортаның өзіне саған уже қайырылып кеп тұр да ол. Ақыл айтып. Сенің істегеніңді қайтарып тұр да. Саған қуат болып жатыр. Осы кішкентай уақыттың ішінде. Ал ертең анайға барғанда ол одан да күшті болады. Сонда өмірдің өзі сен бересің, қайтып кеп тұр. Айтты жақсылық. Сен бересің, саған қайтып келеді. Жақсылық қайтып келеді ғой. Алла әділ ғой. Болды, осы кісінің осы сөзі бар ғой, осыны жаттап мына жерге түйіп алыңыздар, болды, сізге қайтып келеді. Айтыңыз, Алланың алдына барғанда айтыңыз, айтты әже айтты, маған уәде деп есептедім, қайтып келсін деп Алладан сұраңыз, иншалла. Әмин. Мына кітапты осы әйелдерге арнап жазған болатынмын. Сіздер де алдыңыздар, оқыңыздар, осы бір осыны ұстап, осы туралы айтып жіберіңіздер. Бұл да бір қысқасын. Мен оқи алмаймын. Оқымайсыз. Айта салыңыздар, тұра берсін видеода. Жақсы нәрсені күтіп жатырмыз. Алла қайыр баракат берсін. Осыны шығарғаныңызға сізге рахмет. Осыны жазып шығарып елге, халыққа білдіргеніңізге, көрсеткеніңізге рахмет. Алла разы болсын.
Хадиша анамыздың өмір баянын айтып, Хадиша анамның өмір баянын осыны оқыған кісілер бәрін біліп үйреніп алады ғой, нәсіп етсе, иншалла, нәсіп етсін, иншалла. Мен оқып берер едім, көзім көрмейді өнісіне. Өстіп айтқаныңыз маған жетеді. Шүкір, рахмет сізге, рахмет, Алла разы болсын. Сауабын хам дүния, хам ақыретіңізге, өзіңізге, бала шағаңызға, жолдасыңызға, тұқым зұриятыңызға, бәріне бұл дүнияға қайырын, берекетін, сауабын нәсіп етсін, иншалла, Аллах бар. Hemşe dünya turgança turbalam. İnşallah savapka batmasın inşallah. Ya, olur. Ал енді болдыңыз ба? Болдық қой, Алла қабыл айласын. Жансая айналайын бұл кітапты. Иә. Мысалы Хадиша анамыз туралы білеміз да? Иә. Айтамыз да. Бірақ мынауны шығару оқыған кісілер кәдімгідей анық болды. Иә, анық болады ғой. Енді көбі жастар білмейді бұны. Білсе де Хадиша анамыз ол Пайғамбар сөзінің әйелі болған дейді да. Ал енді сіз соны қайтадан көтеріп, мысалы бір гүл солып қалады ғой, сол гүлді горшокқа отырғызып қайтадан дәрі беріп, ана беріп, мына тұрғызып гүлдендіресіз ғой, дәл сонда Хадиша анамыз гүлденді да. Жаңарды да. Жаңартылды. Бұның несі әруағы дейміз ғой, түсінікті болу үшін. Періште Алла Тағала сізге береді ғой, бұның үлесін. Өйткені қызметіңіз болды, ойландыңыз, жаздыңыз, сұрадыңыз, іздендіңіз. Мақұл соның өмірін көшіп жаз деген күннің өзінде ше, еңбек болды ғой. Сондықтан Алла Тағала осының бір мәкілі сізге келеді, балаларыңызға барады. Әйтеуір сауап болады. Кірді деген сөз. Бәріне барады. Сіздің үйіңізге Хадиша ана кірді деген сөз. Сіздің жан дүниеңізге Хадиша анамыздың бір қасиеті қонды деген сөз. Сондықтан бұл енді мысалы кәсіпкер әйел бұл кісі қазіргі заман тілмен айтқан кезде сол кездегі Алланы түсінген адам, ол кезде де дәл осы уақыттай бір кикілжің болып жатқан заман еді ғой, анық Алланың жолына түсіп кеткен адамдар санаулы еді, жалпы халық қараңғылықта еді. Бірақ соның бәріне жаңағы еркекке өзі сүйеу бола жүріп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсетті ғой енді. Әлсіз жеріне итеріп отыр да өзінде бар нәрсені. Сөйтіп отырып әйел бола алды да. Үлкен жас, намындау деп айтуы мүмкін. Бірақ Алла Тағала ерлі зайыпты болғаннан кейін олар үлкен кіші деген нәрсе ойламайды да. Ол жерде бірақ нәрсе сыйластықпен сырласу нәрсе болады да. Сол енді екеуінде болды. Соның нәтижесінде осындай дін таралды, қап-қараңғы елге жарық нұр көрді. Соның бәріне себепші болған әйел да. Сондықтан сізге бұл кітапты алып әрбір адам оқу керек. Өйткені бұның ішінде ой түртері бар. Ой түртері болмаған күнде де бұрын оқыдық қой дегенде қайтып оқу керек. Өйткені сіз түсінбей қалған нәрсе бар біріншіден. Екіншіден бұның бір мәкілі сіздің үйіңіз кірді деген сөз да. Кім алып оқи ма, соның үйінде бұның бір мәкілі кіреді. Баласына кіреді. Не болмаса бір қызының бір характері осыған ұқсайды Хадиша анамызға. Не болмаса бір қызы осындай кәсіпкер қыз болады, дүние тапқыш. Бір қызы осындай елге беретін, дүниесін шашып жүретін қыз болады. Соған кірсе осы кітап бір әйел, болды оның ұрпағына кетеді деген сөз ғой. Сондықтан мына кітапты алу керек, оқу керек, оның рухына бір Құран бағыштап қою керек. Жансая ханымға рахмет айтып, осыны шығарған еңбегін Алла Тағала беріп қойсын, айналайын. Алла разы болсын. Бала шағаңның бақытын көр. Міне бақытты ана деген осы ғой. Сіз әйел адамның өмірін кіргіздіңіз отбасыңызға, сіздің қыздарыңыз осыған қарайды ғой. Сіз қыздарыңызға бір еңбек еттіңіз да. Жай ғана еңбек емес, кәдімгі нұрдың, соңғы пайғамбарымыздың, біздің Құдайдан кейін пайғамбарымыз танымасақ, біз Алланы тану, оған бару жолы, оған сүйеу болған, соның қызметін жасап, әйелдің кім екенін танытқан әйел ғой. Сіз соны таныттыңыз да. Алла Тағала сізге де сондай бір жақсылық нәсіп етсін. Хадиша анамыздың бойындағы бір қасиет қызыңызға да қонсын, сізге де қонсын. Машалла. Отбасыңыздың жарық болуы өз қолыңызда. Егер де жанұямның бақытты, жылы болғанын қаласаңыз, осы менің жаңадан шыққан туындым Хадиша анамызбен сырласатты кітабымды оқуды кеңес берер едім. Бұл кітапта адамзатқа үлгі болар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жары Хадиша анамыздың отбасы құру стратегиялары мен өмір салты келтірілген. Қай заңдылықты ұстансаңыз отбасыңыз бақытты болады, қайсынан ауытқысаңыз бақытсыз болады. Хадиша анамызбен сырлас атты кітапқа тапсырыс бергіңіз келсе, астындағы сілтемеге өтіңіз, сол жерден ала аласыз. Ал олай болса отбасыңыз бақытты, шуақты, жарық болсын деп тілеймін.
Біз енді себеппіз ғой. Кеше умрада, мына есіңізде ме, сізбен бірге Шымкентке Арафат деген дүкенге барып киім сатып алып едік қой. Умраға ниеттеніп алғам. Соны кеше умраға алып бардым да, бір Назерке деген ханым бар еді, Атыраудан келген. Соған бір сыйлағым келе береді, неге екенін білмеймін. Содан бардым да айттым, Назерке, мынау саған сыйлық. Бұл арнайы умраға барғанда кием деп алғам, бір осы біреуге берермін деп алғам. Ал саған сыйлық десем, үндемей алды, қуанып жүрді. Кейін самолеттан түсіп, Алматыдан кейін айтады, Жансая ханым, сіз Хадиша анамыздың кітабын жазып едіңіз ғой дейді. Сіз маған берген кезде, маған Хадиша анамыздан келген сыйлықтай өзіңді есептедің дейді. Машалла. Мен айтам, сен өзің тауып алыпсың ғой, мен не деп берерін білмедім деймін да. Мынаны саған берейін деп алайын деп едім десем болмайды. Мынаны бүйтпен әйтеуір бере салдым деймін да. Сөйтсем айтады, Хадиша анамыздан келген сыйлықтай көрдім дейді. Машалла. Мен просто немін делдалмын. Көрдім Жансая, ол сөз саған бекер келген жоқ. Сіз біздің ұстазымыз, Мұхиддин ұстазды пайғамбар саллаллаху алейхи жолына жүргізіп, соның қызметін жасайды, сіз боласыз. Әлі қандай жетсін сол дәрежеге. Әмин. Күшті. Машалла. Ай, бір әдемі апа екеуіңізден бір жақсылап бір бата алсақ. Ал апа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Арабша аяттан оқып нағылам ғой мен. Аузубиллахи-минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма инна нас'алука имана мустақима وفضلا دائما ونظر الرحمة وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا Рызқына сібаларыз көп болсын, көл болсын, таусылмайтын мол болсын. Алла қайырлысымен, берекетіменен, Алла тапқандарын кән, ұстағандарын алтын болсын. Оса кәсіпкерлер, күліңіз осы тұрған күлің, әулаттарыңызға, өздеріңізге, басегелеріңізге, туған туысқан бауырларыңызға бәріне нәсіп етсін. Жүмлаңызға нәсіп етсін. Тапқандарыңыз кән, ұстағандарын алтын болып, Алла осы хазинесінің кәнінен бере берсін. Hayırlısымен, bereketimin inşallah kasıplarına hayır bereket versin. Halal kasıplar, halal yemek, halal tabız, halal ciz, halal rızkı nasip ve başarılarına nasip etsin. İnşallah biiznillah dergahında kabul eylesin. Ve sa'yan meşkura ve damman mağfura ve amelen makbula. وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس النعيمة وجنة الفردوس النعيمة وجنة الفردوس النعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله درگاهında kabul eylesin. Olsun çıkargan kitabınızda Allah kabul eylesin. Allah'ın yoluna Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem hak peygamberiminin birinci cübaya, birinci kömekçi, hem cübay bulan hem kömekçi olgan götürüge. Allah dergahında kabul eylesin. Olsun çıkarganınızda, olsun yerge halka görsetkeningizge, el halka okutkanınızda Allah rahmet, Allah da rahmet olsun. Allah'ın dostu hak peygamberine şefaat olsun. Allah dünya turgança durunuz. Bala çağında rahatın görün. Oğlunuzu uyağa kondurun. Kızını kıyağa kondur. Ahli salih yoldaşlar nasip etsin. Oğluna da kızına da. Oğlundan da atır, kızından da atın inşallah. Ahli salih kelin gör. Ahli salih kuyu bala gör. Ahli salih nemeri şöbere şöp gör. Maksat muradına jet. İnşallah Muhit Ustaz bana kosa kartayıp inşallah Muhit Ustaz inşallah aksa kaldı sartısı olsun nemere şöbere şöp görürler. Siz ben kusakan akşası acıbır nemere şöbere görürler inşallah. Maksat muradın hasıl olsun. At tayşab kostay üşüp gül caynab elinin ortasında halkın ortasında elgi halka hizmetinde Allah nasip edip İnşallah dualarınız mustajab olur. Kullüsünü Allah dergahında kabul eylesin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ve edkhilnel cennete ma'al abrar. Ya aziz, ya gaffar, ya rahim, ya rahman, ya rabbel alemin. Birahmetike ya erhamer rahimin. Allah hasenetin Allah dünya ve ahiretke versin. Ya Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene degen Allah dünyanın hasenetini жақсылығын ver degen sözü. Ve fil ahireti hasene degen ahiretin dünyanın ahiretin hasenetini ver degen. İki dünyanın hasenetini, hayırlın, bereketin, şarafatı, şefaat nasip etsin. Özlerinizge, alavlatınızga, oğlunuzga da, kızınızga da, ustaz yoldaşınızga da, tuğan tuğuskan bağırlarınızga da, inşallah ananızga da, yenenizge de,
Бәріне Аллатан нәсіп етсін. Һәм дүния ақыретке иншалла жүзіңіз жарық болып, аттай шауып, құстай өшіп, гүл жайлап, мақсат мұрадың хасыл болсын. Хажы бірге барайық, хажы фарызға бірге барайық. Осы тұрған күлімізге баршамызға үміт еткен банан бән Алла шақырсын. Пайғамбарымыз шақырсын иншалла. Бірінші Алланың қонағы болайық, екінші ақ пайғамбардың қонағы болайық. Иншалла аман жүріп сол күндерге елімізге де нәсіп етсін, халқымызға да нәсіп етсін. Бала шаға, үлкен кіші, туған туысқан бауырлар бәріне көрші болсын, жамаат болсын, бәріне күлісін нәсіп етіп, Алла қайлы күндер, қайлы айлар, қайлы жылдар, қайлы оттың басы болып, осы отырған жамаат күлімізге, еліміз, халқымыз бәріңізге нәсіп етсін иншалла. Амандық болсын. Аллах акбар. Қабыл болсын. Алла дүние тұрған шатырып İnşallah savabın hamdülillah ahiretine nasip etsin inşallah. Hayırlısın, berekatın aynalayacağım. Amin. Rahmet aynalayın. Barine de hizmetlerin Allah'dan kaçsın. Хадиша анамызға тие берсін сауабын. Savabın Allah nasip etsin. Мен де беремін. Ақ пайғамбарыма. Апа мен арабшасын айтты ғой, мен қазақшасын. Siz қазақша айта берin. Жағы ішінде бәрі бар. Жағы ішінде бәрі бар. Апа сіз күшті болды ғой. Жоқ, ана тіліңізге қуат берсін. Алла тағала бәрі бар ішінде. Иманыңызға қуат берсін. Бәдәніңізге сабырлық берсін. Амандық берсін. Жүрекке нұр берсін дедіңіз. Жүрекке нұр берсін. Ихсан берсін дедіңіз. Бәрі ішінде арабша ішінде бәрі Алла жан қабыл айдасын. Алла айта берін. Құдірет күшті аса қамқор ерекше мейірімді бүкіл әлемнің раббысы болған, жанымыз бен тәніміздің иесі болған Аллахқа мадақтар болсын. Көзіміздің нұры, басымыздың тәжісі болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Оның берекеті, жақсылығы бүкіл қазақ елінің әрбір отбасында отырған аналарға болсын. Амин. Жасаған ем, бүгінгі дұғамызды қабыл ете көр. Аллахым осы жансаяның істеп жатқан кәсібіне берекет бер. Ісіне Аллахым жақсылық нәсіп ет, бала шағасына амандықты, түніне тыныштықты, күніне қуанышты беріп қойсын. Қазақ әйелдеріне жеткізетін ақпаратқан бір арнаның бетін бұратын үлкен көшбасшы болып нәсіп қылсын. Алла тағала мына жігіттерге де осы істеп жатқан кәсібінің құпиясын ашып қойсын айналайын. Қазақтың жігіттері мықты болсын, дүние тапқыш болсын. Құда қаласа қазақ ел басқа елге көшбасшы болатындай, қазақ елінен келіп ақыл сұрайтындай, қазақ ел басқа барлық дүние жүзін аралап, бүкіл қазақ құпиялысын басқа елге жіберіп, біз сол елдерге көшбасшы болайық қазақ ел. Алла соны қабыл етсін. Сондай ғалымдар дүниеге келсін. Бұдан кейін 26 жылы ғалымдар дүниеге келсін. Білімділер дүниеге келсін, рухани білімділер дүниеге келсін. Құда қаласа еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Апам сияқты қариялар көп болсын, жүзге келген қарияларымыз. Қарияларымыз қадірменді, келіндеріміз қызметте, ұлдарымыз табыскер болып, соны қариялардың жолына жұмыстап жүруді Алла нәсіп қылсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елге Алла ауызбірлік берсін, мейірім берсін, аналарымыз көп болсын. Әрбір үйдің Аллахым қыздары күйеуге шығады деген оғанда шығып кетіп жатсын, келін алады деген кезде келін алып жатсын, ажырасатын жоқ болсын. Алла ажыраспай бір-біріне деген махаббаттары күшті болып, қазақ елі еш жерде ажыраспай сондай мейірімді ел болуды Алла нәсіп етсін. Алла қабыл қылсын. Аллахым бұрынғы пайғамбарлар, өткен Алланың сүйген құлдары, әулиелердің сұраған батасындай болсын. Аллахым сол құпия есімді ортаға салып сұраған Алланың есімінен біз де сұраймыз. Алла бүгінгі дұғамыз қабыл, істеген ісімізді Алла берекетін, жақсылығын беріп қойсын. Алла дұғамыз қабыл болсын. Амин. Makkadan Mukarreme Şerif'te, Medine Münevvere Şerif'te nurlu devlet, nurlu halk, nurlu yel olsun, nurlu halk olsun, nurlu avlatlardan olsun, nurlu ottun basın olsun. Bәріңе де нәсіп етсін. Апам тұрса жаным. Бәрінен нұр шашып отыр апам. Иншаллах, күлімізге. Апам жасақ дейін сау болсын. Үлкен қажылыққа да, кіші қажылыққа да шашамай барып келсін енді. Иншаллах, амин. Бір жағында. Бәріміз бірге жүрейік. Бірге жүрейік. Апамен Алла қаласа биыл үлкен қажылыққа да бірге баруды ниеттеніп отырмыз. Алла күш қуат берсін. Оң жағымда сіз жүріңіз. Міне жағымда Ақмарал мына Жансая. Бәріңіз айту айналамда бірге жүрейік. Орталарында жүрейік. Солай болу керек. Апам дұрыс айтады. Қарияны қоршап жүрмек. Баяғыда қарияның дәу көрпесі болатын. Жиен де сол жерде, нағашы да сол жерде, немере де сол жерде. Бәрібір көрпенің астында жүреді. Бірақ қазақ артықшылығы біреуіне деген сезім оянбайды ғой. Неге? Олардың бәрінің жүрегінің әжесі Аллаға байлап тастайды да. Сосын не қылмайды. Мысалы өзбектерде де, мынау арабтарда да бір-біріне қосылмайды ғой еркек пен әйел. Бұлай жүрмейді ғой. Неге? Сезім оянып кетеді дейді да. А бізде ондай сезім жоқ. Біз бір әжеміз үшін құрметті. Сондай қазақпыз ғой, машалла. Сондай болып нәсіп етсін. Сіздерге лайфхак мына жерден
әрқайсыңыз экранның ар жақ бетіне қарайсыз да сіз үшін дұға етіп отқандай қабылдаңыздар. Өйткені мен просто делдалмын бұл жерде. Баршаңызға дуа қылып жатырмыз. Күліңе бар айналайын. Елім халқым, қазақ елі. Сіздермен біргеміз. Бәріден Алладан. Келесі кездескенше осы подкастымыз өте ақырет болғанша, қиямет қайым болғанша барлық ұрпағымызға пайдалы бола берсін. Нәсіп етсін иншалла. Бәріне күлесін. Лайк басып, астына коммент жазып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.